Сәлем достар, бүгін YouTube каналымдағы достарым, сіздерге мини пицца жасаймыз. Оған керегі бізге 2 дана жұмыртқа, алдын ала қамырын ашытқысыз қылып илеп аламыз. Мен үнемі ашытқысыз істеймін. Тез балдарым пицца дегеннен сразу осы әдіспен қамырымды илеп, тез жасап беремін. Осылай тұзымды, 2 қасық құмшекерімді, айранымды, кейін шым содамды салып, жақсылап құмшекері мен тұзы ерігенше жақсылап араластырып аласыздар. Осылай кейін ары қарай ұнымды салып, мен жартылай ұнымды салып, ұнды електен өткізіп қойғам дайындап. Жарты ұнымды салып болғаннан кейін осы қасықпен араластырып аламын. Осылай қасықпен араласқаннан кейін сәл біріккеннен кейін ары қарай қолдың жұмысымен қамырымды жұмсақ қылып илеймін. Қамырларыңыз өте жұмсақ болу қажет. Кейін 20 минутқа тындырып қоясыздар. Осылай жұмсақ болу керек. 20 минут тындырғаннан кейін осылай тындырып қоясыздар. Менде мынандай 9 күлше болып шықты. 9 күлше бірме-бір жайып, осылай бірме-бір жайып аламыз. Балдарыңызға өте ыңғайлы болады жегенге. Кесіп, неғып жүрмейсіздер. Осылай күлше-күлше алып пісірсеңіздер жегенге ыңғайлы болады. Осылай бірме-бір жайып аласыздар. Духовкамды қыздырып қойдым 180 градусқа. Тапама пергамент қағазымды төсеп алдым. Осылай бірме-бір. Менде тапама 4 пиццадан сыйды. Осылай кейін бір қасық мен алдын ала майонез бен кетчупты осылай кесеге дайындап алам. Осыдан бір қасық құйып шығамыз. Чайный ложкамен. Одан кейін әдемілеп жағып, біркелкі жағып аласыздар. Біркелкі жағып алған соң, мен копченый колбаса ұсақтап турап қойғам. Өзі мини пицца болғаннан кейін ұсақтап турап қойдым. Осыны сеуіп шығамыз. Одан кейін қызып тұрған духовкамызға саламыз. Үнемі мен осылай жасаймын. Сырды кейіннен пісіп болғаннан кейін алып, қайталап саламын. Мына пісіп шықты. Кейін сырды сеуіп, қайталап 5 минутке духовкаға алып шығамын. 5 минутке қайталап салдым, сырды төсеп. Міне сырымызды дайын болды. Пиццамыз дайын. Сіздерге де кеңес берем, осылай балдарыңызға жасап беріңіздер. Өте жұмсақ, қамыры жұмсақ болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, пікірлеріңізді қалдырып, сау болыңыздар.